сабақта көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысына есептер шығарамыз. Енді мұнда есептің берілгені доп көкжиекке альфа 40 бұрышпен бастапқы жылдамдық 10 метр бөлінген секунд жылдамдықпен лақтырылған. Доп қандай h биіктікке көтеріледі, лақтырылған жерден қандай l қашықтыққа құлайды және ол қанша уақыт қозғалады. Осыны анықтауымыз керек. Берілгені табу керек. Максимал көтерілу биіктігін және горизонталь бағыттағы қашықтығын, горизонталь бағытта және жалпы қозғалысқа кеткен уақытты. Енді көкжиекте бұрыш жасай қозғалған дененің сызбасын салайық. Яғни біз білеміз, көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалыс траекториясы парабола түрінде төңкерілген. Енді мұнда біздің бастапқы жылдамдығымыз бұлай бағытталады және максимал көтерілу биіктігі мына нүкте. Сәйкесінше мына аралық бізде h ізделінді шама. Енді жаңағы есепте ізделінді шама лақтыру нүктесіне горизонталь бағыттағы қашықтығы мына аралық, яғни L. Енді мына суреттен көріп отырғандай, бізде бастапқы жылдамдықтың сәйкес бағыттардағы осьтердегі құраушылар болады. Енді оны қалай анықтаймыз? Бізде жаңағы көкжиекке альфа 40 градус жасап лақтырғанбыз, соны мына жерде белгілейміз. Енді қараңыздар, сәйкесінше біз бастапқы жылдамдық векторының басынан сәйкес оське проекция түсіреміз. Сәйкесінше мына аралық бізде v0 x болады. Яғни бастапқы жылдамдықтың x осінде құраушысы. Енді мына y осіне проекция түсіреміз. Сәйкесінше мына аралық бізде v0 y болады. Бастапқы жылдамдықтың y осіндегі құраушысы. Енді ол мына аралығымыз біздің мына бір кіші тікбұрышты үшбұрышты қарастыратын болсақ, мынаған параллель болғандықтан, мына біз мына жерді v0 y деп белгілейміз. Енді мына жерден тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттерін қолданатын болсақ, мына альфа бұрышының синусы v0 y-тің v0-ға қатынасы. Бұдан сәйкесінше v0 y-іміз тең болады v0 көбейтілген синус альфа. Осылай косинус бұрыштың косинусы тең болады v0 x бөлінген v0. Бұдан v0 x тең v0 көбейтілген косинус альфа. Яғни бұл бастапқы жылдамдықтың y және x осіндегі құраушылары, немесе горизонталь және вертикаль бағыттардағы бастапқы жылдамдықтың құраушылары. Сәйкесінше доп мына жерден көтерілген кезде мына нүктеге дейін бір қалыпты кемелі қозғалады. Енді бұл жерде осы нүктеге дейін көтерілу уақытын t1 деп белгілейміз. Енді осы h-ты анықтайтын болсақ, v0 y t1 минус t1-дің квадраты бөлінген 2. Енді бұл жерде v0 y бізде жаңағы өрнектеген бойынша v0 көбейтілген синус альфа көбейтілген t1 минус j1-дің квадраты бөлінген 2. Енді осы нүктедегі жылдамдықты v y деп белгілейтін болсақ, жылдамдыққа теңдеу жазатын болсақ, бұл жерде осы нүктеге дейін v0 көбейтілген синус альфа минус j
Т1. Яғни бір қалыпты кемел қозғалыста жылдамдық үшін теңдеп жаздық. Енді бұл нүктеде VY тең 0-ға. Сондықтан мына жерде біз Т1-ді анықтайтын болсақ, осы теңдеуден V0 көбейтілген. Т1-іміз тең болады V0 көбейтілген синус альфа бөлінген Ж. Оны екінші теңдеуде боламыз. Мынаны бірінші теңдеу деп белгілейміз. Енді мына уақыттың мәнін бірінші теңдеуге апарып қоямыз. Т1-дің орнына қоямыз. Ш-ның квадраты. Ш-Т1 0-ның квадраты. Енді мына жерде ары қарай шамдаймыз. Мына жерде бізде қысқарып кетеді. Ж мен Ж-лар қысқарады. Сонда бөлшектің бөлімінде Ж. Енді мына жерде қарапайым математика не істейміз? Ортақ бөлімге келтіреміз. Сонда енді алымын алып тастаған кезде альфа. Енді осы мәндерін қойып есептейміз. Сан мәндерін қойып, енді бізге синус 40 градустың мәні керек. Синус 40 градуста синус 40 градуста 0,64, косинус 40 градуста 0,76. Сан мәндерін қойып есептейік. Калькулятор алайық. Шамамен жуықтап 2 метр. Яғни максимал көтерілу биіктігі 2 метрға тең. Енді бізде келесі анықтайтын шама жалпы кеткен, қозғалысқа жалпы кеткен уақыт. Енді қараңыздар, ол мына бізде Т1 белгілі, мына екінші формамен анықталады. Бізде мына қозғалыс барысында мына нүктеге дейін қанша уақытта кететін болса, қозғалысына мына ең жоғары көтерілу биіктігіне дейін. Мына нүктеге дейін құлап түскенге дейін де тура сондай уақыт кетеді. Сондықтан жалпы Т 2 еселенген Т1. Енді ол үшін біз Т1-ді анықтайық бірінші. Т1-дің сандық мәнін қоятын болсақ, мына жерде өлшейік. Берілген ба? Т1-ді анықтаймыз. Бірден жаңа Т-ны анықтасақ болады, екі V0 синус альфа бөлінген Ж. Сан мәндерін орнына қоямыз. Он десек, шамамен мынаны қысқартып жібердік десек, 1,28 секунд. Яғни бұл жалпы мына нүктеден бастап мына нүктеге дейінгі жеткенге дейін лақтырғаннан құлағанға дейінгі қозғалысқа кеткен уақыт. Енді бізде келесі ізденіс шама мына L болады. Енді қараңыздар, L бойынша, яғни горизонталь бағытта бір қалыпты қозғалыс. Ол жерде бастапқы жылдамдықтың горизонталь құраушысы V0 көбейтілген косинус альфа болатын. Және біз соны неге өтелік? Жалпы Т-ға. Сан мәндерін қойып есептейміз. V0-іміз 10, 0,76, косинустың мәні
тымыз 1,28. Шамамен есептейік. Шамамен 10 метр. Жуық 1,10 метр. Есептің берілгені биіктігі H тең 25 метр мұнарадан горизонталь биік 15 метр бөлінген секунд жылдамдықпен тас лақтырылды. Тас қанша уақыт қозғалады? Мұнара табанынан қандай L қашықтыққа құлап түседі? Ол жерге қандай жылдамдықпен түседі? Оның жерге құлаған нүктесінде тас траекториясы көкжиекпен қандай фи бұрыш жасайды? Есептің берілгені түсінікті ғой, түсінікті ма? Енді онда тақтаға шығайық. Кім шығады? Гүлнұр, келіңіз. Есептің берілгені бойынша бізде H биіктігі 25 метр, ал жылдамдығы метр бөлінген секунд табу керек. Мұнарадан құлаған дененің уақыты және де оның мұнара табанындағы қашықтығын арасындағы бұрышты табу керек. Шешуіне келсек, бірінші біз оның схемасын сызып аламыз. Сызбасын бізде берілген есеп бойынша x, y осіндегі мұнара басты нүктесі болып табылады, және бұл жерде бізде вертикал жылдамдығы 0-ге тең лақтырылған кезде бізде оның горизонталь жылдамдығы 15 метр бөлінген секунд. Және осыдан тас лақтырылған бізде тастың түсу нүктесі болып табылады, және мынау бізде мұнараның биіктігі болып саналады. Және осы мұнараның табаны бізде L қашықтығын табу керек. Және осы вертикалды орын ауыстыру бойынша бізде H-қа тең болады, және бұның формуласын біз білетіндей T квадрат бөлінген 2. Бізде бұл формула арқылы біз уақыттың формуласын тауып аламыз. Бұл жерде 2H бөлінген G түбір астында болады. Және осы формула бойынша сандық мәндерін қойып, есептейтін болсақ, бізде 50-ді 9,8-ге бөлген кезде, және бізде 5,1 шығады, оны түбір астынан шығарған кезде 2,26 секунд шығады. Және осы секундта біз тастың құлаған уақытын көреміз. Және де бізде горизонтальды орын ауыстыруын көрген кезде, ол L-ға тең болады, сонда мұнараның табанының қашықтығына тең. Ол бізде x көбейтілген t арқылы табылады, және бұның сандық мәндерін қойған кезде бұл есепте 33,9 метр шығады. Бұл бізде мұнараның табанынан түсу нүктесіне дейінгі қашықтығымыз 33,9 метр бар. Және бізде арасында бұрыштар табу үшін бізде құлау нүктесіндегі жасайтын бұрышы. Бұл жерде бізде жылдамдық векторлық шама болғандықтан біз оның екі құраушысын аламыз. Және бұл жерде Vx және Vy құраушылары шығады. Осы құраушылардың көбейтіндісі квадраттық қосындысы арқылы біз жалпы жылдамдығын таба аламыз. Бұл жылдамдықты қорытқанда бізде горизонтальны жылдамдығы еркін түсу үдеуімен уақытты көбейту арқылы шығады. Және бұны қойып формуланы түрлендіреміз. Мына жерде өшірсеңіз болады, берілген сан мәндерін нетеміз, қараңыз берілген. Мына жақта өшірсеңіз болады.
формулаға қойған кезде бізде vx плюс т квадрат түбір астында шығады. Бұрышты тапқан кезде мына жері фиға тең болады, және бұл тікбұрышты үшбұрыш деп алатын болсақ, іргелес жатқан катетте бізде vx және гипотенузада v тұр. Осы бойынша біз косинус фи табамыз. Формуланы түрлендіргенде ми квадраты плюс 7 түбір астында квадрат түбір астында болады. Және сандық мәндерді қойған кезде плюс 8 көбейтілген 6 квадратты түбірден шығарамыз. Және осы кезде бізде шыққан мән бойынша косинус фи 0,56 мәніне тең болды. Косинус фидің мәні 0,156-ға тең болды. Және бұл мәнді біз косинустардың таблица бойынша таблица бойынша бізде 0,156 бұрыштың 56 градусына тең болады. 56 градусқа сәйкес келеді. Және қорытындылай келе осы есептің жауабы бізде мұнарадан құлап түскен тастың уақыты, қозғалған уақыты 2,26 секунд, және жүрген жолы бізде қашықтығы 33,9 метрге, және де арасындағы бұрышы 56 градусқа тең болады. Рахмет. Енді сізге Гүлнұр сұрақ. Бізде жылдамдықтың құраушысы деген қалай түсінесіз? Жылдамдықтың құраушысы дегеніміз бізде жылдамдық негізінде векторлық шама болғандықтан, оның график бойынша құраушылары болады, және олар бізде сызба бойынша көрсетсек vx және vy болып табылады. Яғни сәйкес осьтердегі жылдамдықтың үлесі сол бағыттардағы осьтер бойынша берілген бағыттағы жылдамдықтардың құраушысы үлесі деп айта аламыз. Енді сізде мына есепте горизонталь бағытта бағыт бізде x өсімен беріліп отыр, вертикаль бағыт y өсімен беріліп отыр. Енді горизонталь бағытта қозғалыс қандай? Бізде горизонталь бұл y өсі болғандықтан, X өсі болғандықтан, бұл бізде бір қалыпты түзу сызықта қозғалады. Дұрыс. Ал енді вертикаль бағытта? Ал вертикаль бағытымыз бізде y өсі болғандықтан, ол бір қалыпты үдемелі қозғалып тұрады. Кеммелі қозғалады, яғни төмен қарай бағытталған қозғалыс, бір қалыпты кеммелі қозғалыс. Рахмет, отырыңыз.